Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге көздің көруін жақсартатын тағамдар жайлы айтатын боламын. Егер көзіңіздің көруі нашарлап жатса, видеоны мұқият тыңдап достарыңызбен бөлісе отырыңыз, олар да біліп жүрсін. Сіздің көзіңіздің көруі қалай, комментарийге жаза кетіңіз. Көздің көруін жақсартатын тағамдар бұл көздің денсаулығын сақтау және көру қабілетін жақсарту үшін маңызды. Көзге қажетті витаминдер, минералдар және антиоксиданттар тері мен басқа да ағза мүшелеріне қарағанда ерекше қажеттілікке ие. Олардың ішінде А дәрумені, дәрумені, бета-каротин, омега-3 май қышқылдары, мырыш және лютеолиттік зат қабілетіне оң әсер етеді. Көздің көруін жақсартатын негізгі тағамдар. 1. Сәбіз. Сәбіз көздің денсаулығы үшін ең танымал көкөністердің бірі. Оның құрамында бета-каротин көп, бұл А дәруменіне айналып, көздің көру қабілетін жақсартады. Бета-каротин көздің торлы қабығы мен көздің көргіштігін қолдайды. Қалай қолдануға болады? Сәбізді шикі түрінде жеуге, салаттарда немесе шырын ретінде ішуге болады. 2. Жасыл жапырақты көкөністер. Шпинат, кале, салат жапырақтары сияқты жасыл көкөністер құрамында лютеин мен зеаксантин бар. Бұл екі антиоксидант көздің торлы қабығын қорғайды, ультракүлгін сәулелердің зиянды әсерінен сақтайды және көздің көруін жақсартады. Қалай қолдануға болады? Жасыл көкөністерді салаттарда, смузидің құрамында немесе пісіріп тағамдарда қолдануға болады. 3. Балық, лосось, тунец, сардина, омега-3 май қышқылдары көздің құрғақтықты болдырмауға және көздің торлы қабығының денсаулығын сақтауға көмектеседі. Балықтар әсіресе лосось, тунец, сардина омега-3 май қышқылдарына бай. Бұл майлар көру қабілетінің нашарлауын болдырмауға көмектеседі. Қалай қолдануға болады? Бақты пісіріп, грильде немесе буғаруға болады. 4. Жұмыртқа. Жұмыртқа лютеин мен зеаксантин көздің денсаулығы үшін пайдалы антиоксиданттарды қамтиды. Сонымен қатар жұмыртқаның сарысы А дәрумені мен мырышқа да бай. Қалай қолдануға болады? Жұмыртқаны қуырып немесе пісіріп жей аласыз. 5. Қызыл бұрыш. Қызыл бұрыш құрамында К дәрумені көп. К дәрумені күшті антиоксидант, ол көздің торлы қабығын зиянды радикалдардан қорғайды және көздің көру қабілетін сақтауға көмектеседі. Қалай қолдануға болады? Қызыл бұрышты салаттарда, көкөніс тағамдарында немесе қуырып жеуге болады. 6. Жаңғақтар және тұқымдар. Жаңғақтар, бадам, кешью, грек жаңғағы мен тұқымдар, күнбағыс тұқымдары дәруменіне бай. Бұл дәрумен көздің көру қабілетін жақсартуға және көздің қартаюын баяулатуға көмектеседі. Қалай қолдануға болады? Жаңғақтар мен тұқымдарды күнделікті тағамдарға қосып тұтынуға болады. 7. Қаражидек. Қаражидек құрамында антоцианиндер бар. Олар көздің торлы қабығын қорғайды, көру қабілетін жақсартады және көздің шаршауын азайтады. Қалай қолдануға болады? Қаражидекті шырын немесе жеміс ретінде жей аласыз. Сондай-ақ оны смузиге немесе салатқа қосуға болады. 8. Қызанақ. Қызанақ құрамында ликопен бар, күшті антиоксидант, ол көздің торлы қабығын қорғайды және көздің қартаюына қарсы әсер етеді. Қалай қолдануға болады? Қызанақты салаттарда, сорпа, соустарға немесе піскен түрде пайдалану жақсы. 9. Брокколи. Брокколи құрамында дәрумені, кальций және лютеин бар. Бұл қоректік заттар көздің денсаулығын қолдауға көмектеседі, әсіресе көздің торлы қабығы мен көздің көруін жақсартуға ықпал етеді. Қалай қолдануға болады? Брокколиді пісіріп, буға пісіріп немесе салатқа қосып жей аласыз. 10. Анар. Анар құрамында дәрумені мен антиоксиданттар көп, олар көздің қан тамырларының қабынуын азайтуға және көру қабілетін жақсартуға көмектеседі. Қалай қолдануға болады? Анарды таза түрде жеміс ретінде жей аласыз, немесе оның шырығын ішіңіз. Видео пайдалы болса арнаға жазылып достарыңызбен бөлісіңіз.